Сәлеметсіздер ме, менің құрметті таро көрермендерім. Сіздерге арналған алдағы аптаға апталық жорамалды шығаратын боламын. Бірінші кезекте тоқты, торпақ, егіздер 3 белгіге шығаратын боламыз. Тоқтылар. Апталарыңыз қалай өтеді? Тоқтылар. Апталарыңыз қалай өтеді? Тоқтылар. Карта шығаратын боламыз міндетті түрде. Тоқта. Үшінші карта. Үшінші карта. Тоқтылар, байқасаңыздар, мен айдың толуы туралы сіздерге шығардым. Именно тоқтыларға қатысты айдың толуы отношениеге қатысты болып жатыр. Басы бос үйленбеген, яғни тоқтылар болса, отношениелеріңіздің бір тоқтауын көрсетеді. Бұл нақты бұл. Қыз жігіт болып жүріп жүргендер, либо отношениелеріңізді бір-біріңізбен қырылысып тоқтатасыздар, айырылысып кетесіздер. Или болмаса, отношениелеріңізді бір качельный отношения болады, не бар, не жоқ болып жүреді жігіт пен қыз. Не жігіт екен, не қыз екен белгісіз болып, непонятно. Сондай отношения тоже тоқтайды, точка қойылады, немесе нақты қыз жігіт болып жүреді. Яғни дос болып жүріп, былай непонятно болып жүретіндер болады. Вот сондайлар, возможно, отношениялерін тұрақтайды. Не бар болатын отношениеңіз, не жоқ болады. Нақты отношениеңіздің жауабын сезетін боласыздар. Және бұл семейнеларға әсер етеді. Сіздерді айдың толуы сіздерге семейне тоқтыларда көп отношенияларыңыз жақсартуын, бір-бірлеріңіздің түсінуін көрсетеді. Яғни жалпы отношения екі жақтамада өте жақсы. Бұл жалпы кетудің картасы ғой. Негізі барлық нәрсені көрсетеді. Жұмыстан кету, отношенияден кету, немесе бір қаладан екінші қалаға кету. Бірақ именно айдың толуы отношенияға қатысты болып тұрғаннан бұл апта сіздерде махаббатқа қатысты шығып тұр. Одан кейін тоқтылар, жұмыстарыңыз өте тыныш, сәтті, бір қалыпты күйде өтеді. Яғни сіздердің жұмыстарыңызда қиындық жоқ, үлкен бір жоба, үлкен бір затта жоқ жұмыстарыңызда ерекшелік, немесе үлкен минуста жоқ жұмыстарыңыз жалпы өте сәтті, бір қалыпты, бір тыныш, ұйқыдағы бір қалыпты өткендей болады жұмыстарыңыз. Одан кейін аптаға әсер ететін уақыт сіздерде, яғни апталарыңызға не әсер етеді тоқтылар? Сіздерде апталарыңызға бір күрес болады, немесе шабуыл болады. Яғни бұл күрес, шабуыл деген карта болғанымен нақты мағынасы өз-өзіңізді қорғайсыз, немесе сізге біреу, яғни жұмыста, ол мүмкін жалпылама өміріңізде сізге шабуыл жасайды. Возможно, ол сіздің сыртыңыздан өсек айтады. Немесе яғни жігітпен айырылысып жүріп қосылып жүрген қыздар болады, немесе отношения ерлі-зайыптылар, отношенияларыңыз жақсы деңгейге көтеріліп жатыр. Сол жағдайда жалпы сырттарыңыздан адамдар әңгіме айтатын болады. Ана ондай болып кетіпті, мынау бүйтіп кетіпті, бүйтіп кетті деген сияқты. Бұл сол жалпы өсек әңгіме деген сияқты заттардан сіздер қорғанасыздар. Мен өзім білем, өзім шешем дегендей жалпы сіздерге біреу шабуыл, сол шабуылдан қорғану. Апталарыңыз жаман емес, тоқтылар сәтті. Отношениеге қатысты барлық затты тұрақтайсыздар, және жұмыстарыңыз тұрақтылық, тыныш деңгейде өтеді. Және аптаға әсер ететін жағдайда өз-өздеріңізді қорғап, өз-өздеріңізді қолға аласыздар. Сіздерде торпақтар. Карта өзі, даже 4 карта. Тоқтылар энергияларыңыз, то есть кешіріңіздер, торпақтар энергияларыңыз тасып жатқан сияқты сіздердің. Вау, классно. Торпақтар сіздер үшін сенімдімін. Тоқты деп аузым тоқталып кетті ғой. Керемет, торпақтар, апталарыңыз бір, қалай айтсам болады, кардинальный изменение келе жатыр өмірлеріңізге. Как бір 180 градусқа өмірлеріңізді өзгерту. Торпақтар, қуансаңыздар болады. Возможно, кешегі айдың толуы сіздерге де әсер етті. Потому что сіздерде тоже натальный карталарыңыз болса, тоқтылар мен жандарында жатсыздар ғой. Қанша дегенмен бір перемен, өзгеріс. Біреу тұрмысқа шығып жатыр ма, немесе біреу жұмысын ауыстырып, басқа бір жұмысқа шығып бара жатыр. Кей адамдар вообще-то отношенияларын 180 градусқа өзгеріп жатыр. Кей адамдар, возможно, бизнес ашып жатыр. Жалпы өміріңіз дәл бүгінге дейін қалай өмір сүрдіңіз, ертеңнен бастап өміріңіз 180 градусқа, яғни жақсы бағытқа өзгереді деген сөз. Вот. Екінші карта бойынша жұмысыңызға қатысты сізге өте жақсы бір ұсыныс немесе мүмкіндік түсіп тұр. Бірақ сіз қабылдамай тұрсыз. Артқа тартып тұрсыз, немесе сенбей тұрсыз, немесе тәкаппарланып, өзімшілденіп тұрсыз.
намыстанып деген сияқты жұмысыңыз, яғни мынау сізге түсіп тұрған жұмыс осы аптада сіздерге бір енді бір апталық жорамал болғанда кішігірім болады. Сіздерге бір ұсыныс айтса, бір зат берсе, немесе мүмкіндік берсе, ұстап қалуға тырысыңыздар. Намыстанып, кері қайтарудың, немесе тәкаппарланып, немесе қырсығып, немесе күмәнданып ойланудың қажеті жоқ. Потому что кардинальный изменение сіздерге әсер етіп тұр, өмірлеріңіз жақсы жаққа қарай өзгеретін болады. Одан кейін жалпы аптаға әсер ететін жағдай, торпақтар сіздерде қалай болады? Бұл деген екі бірдей старший аркан шығып тұр, яғни сіздердің бір философиялық ой өрістеріңіз өседі ма? Мүмкіндікті аласыздар, енді по-любому сіздерге жақсы нәрсе беріп тұрған екен, ойланып, ойланудың картасы, яғни ойланасыздар, но түбінде сол мүмкіндікті аласыздар. И сол мүмкіндікпен дальше жұмыс жасауға тырысасыздар, және бір философиялық ой өрістеріңіз өзгереді. Возможно, рухани кітаптар оқисыз ба, рухани дамисыз ба, өз-өзіңізді өзгертуге тырысасыз ба, сондай бір өміріңізді өзгертетіндей, сондай бір ерекше ойларды ойланып, ойыңыз толысатындай болады. Жалпы торпақтар, апталарыңыз өте керемет, сәтті деп айтуға болады. Ешқандай проблема, қиындығы жоқ. Ойланасыздар, мүмкіндікті қолданасыздар. Апталарыңыз сәтті өтсін. Торпақтар, егіздер, апталарыңыз қалай болады, не күтеді? Көретін боламыз. Егіздер. Егіздердің карталары қашып жатыр ғой. Егіздер. Так. Бірінші карта. Ух ты, егіздер, сіздерде что-то отношения мен кризис немесе күрес болып жатыр ғой. Еңбекқор егіздер, бір махаббатқа бет бұрайын деп, ол махаббаттарыңызбен кішкене махаббатты қалай құру керек екенін түсінбей жатқан шығарсыздар. Егіздер тек қана жұмыс басты адамдар ғой, негізі махаббатты екінші орынға отбасын екінші орынға қоятын. Жалпы егіздер, сіздердің бір жұмыстарыңызға қатысты болуы мүмкін, және махаббатқа қатысты болуы мүмкін. Бір нәрседен кетейін деп тұрсыздар, нақты ойларыңызды өзгертесіздер. Мүмкін бір жұмыс басты болып, бір давай махаббатқа бір көңіл бөліп көрейін деп тұрып, қайтадан болмайды екен, махаббат менікі емес екен, айналайын кетіңдер, мен егіздер қыздар, яғни маған жігіт деген не важно, жұмысыма оралайын қайта деп, сол махаббаттан кетесіздер. Жалпы бір махаббаттан кетуді білдіреді. Бұл отбасының өзінде де махаббатқа, бір отбасыға көңіліңізді қаттырақ бөліңкіреп көрген егіздер болса, тоже қайта жұмыстарыңызға ораласыздар. Және қыз жігіт болып, отношения болып, кризисте жүрген егіздерде тоже нақты точкасын қоясыздар. Жалпы махаббатқа бет тұрмайсыздар негізсіздер. Негізі ең қаттандай тәкаппар, қырсық деуге келмейді, бірақ жігіттерге не важно қарайтын, жігіттер қанша жүгіріп жүрсе де мен жұмысым жоқ, жалпы мен жұмысымды ойлаймын, махаббатта жұмысым жоқ деп айтатын негізі егіздер ғой. Сол себепті бір махаббаттан кетейін деп тұрсыздар сіздер. Екінші кезекте жұмыстарыңызға қатысты бір сіздер бір жобаларыңызды өткізесіздер, немесе бір жобаларыңыздың результатын күтесіздер, немесе сіздердің жобаларыңыз бастықтар тарапынан қолға алынып, сізге бір командировка ма, немесе бір сыйақы ретінде путевка ма, немесе премия ретінде ма, сондай берілуі мүмкін. Жұмыстарыңыз негізі жаман емес, жұмыстарыңыз өте активный. Вот мына махаббаттан кетіп, сіздер жұмыста активный болайын деп тұрсыздар, егіздер. Одан кейін аптаға әсер ететін жағдай сіздерге старший аркан түсіп тұр, как егіздер, сіздердің апталарыңыз бір ер адамға связано болады. Ер адам өмірлеріңізге әсер етеді. Возможно, жұмысыңызда да көтерілуіңізге көмектеседі, жобаңызға премия береді. Немесе мынау махаббатқа қатысты болуы мүмкін. Осы ер адамнан кетесіз, дальше сіз ары қарай қайтадан бұрынғы өміріңізге бір оралып көтерілесіз ба, бір энергия пайда бола ма, сондай болады. Жалпы ер адамнан кетесіз, немесе бір махаббатта ер адамнан кетесіз, немесе жұмыста ер адамнан сондай бір қолдау аласыз. Және бұл карта білдіреді, егер сіз ер адам болсаңыз, бұл өзіңіз боласыз. Егіз ер адамдар жұмысында бір адамға көмектеседі, қолдау береді, көтермелейді. Вот сондай. Егіздер, апталарыңыз сәтті өтсін, күндеріңіз. Келесі кезекте бізде шаяндар. Алдағы апта не күтеді? Шаяндар. Сіздерді алдағы апта не күтеді? Шаяндар. Ойбай, шаяндар. Вечно шаяндарды қойында қазір түсіндіремін. Шаяндар, мына аптада негізі шаяндардың мінезі бір цифрлық психологиядағы бір төрттіктер сияқты бір қырсықтықтары бар, кішкене намысшылдықтары бар деп айтуға болады. Бірінші карта бойынша отшельник түсіп тұр, бұл яғни бір
Өз-өзіңізді іздеп жатсыз, өз-өзіңізді танымай жатсыз ба, өз-өзіңізді іздеп жатсыз ба, өз-өзіңізге сұрақ қойып жатсыз, мен кіммін, қандай адаммын, осы уақытқа дейін не істедім деген сияқты өз-өзіңізге сұрақ қою, өз-өзіңізді іздеу, немесе бір рухани өз-өзіңізді байытқыңыз келіп жатыр. Және де мүмкін дін, намаз деген сияқты сондай бақытқа бұрылғыңыз келіп жатыр, немесе қалай айтсам болады, кітап оқып жатсыз, жалпы өз-өзіңізді іздеп рухани дамуға, өз-өзіңізге сұрақ қоюға тырысып жатсыз. Екінші кезекте жұмыс жағында кішкене бір шаршау ма, немесе көп жұмыс жасадыңыз ба алдағы апта, енді осы апта көп жұмыс жасап, алдағы аптада бір жұмыстан кішігірім шаршау бар ма, сондай бір кішкене шаршау, қажу деп айтуға болады. Жұмысқа деген желанияңыз, яғни энергияңыз азырақ, сондай бір кішкене шаршаудың белгісі болады деп айтуға. Негізі жаман емес, бірақ сондай физически сәл слабыйланып шаршап жүресіз. Үшінші кезекте сізге бір шабыт беретін адам пайда болады, яғни бір көңіл күй, аптаға әсер ететін жағдай деп айтып бастасақ, бір қасыңызда подругаңыз немесе досыңыз деген сияқты тұрса, неғып жатсың, шаяндар, сені ояту керек, саған бүйтіп жатуға болмайды деген сияқты бір мотивация беретін, сізді шабыттандыратын, немесе бүйтіп түртіп тұрып орныңыздан тұрғызып жіберетін бір адам болады. Немесе ол конфликт жағынан да болуы мүмкін. Ерлі-зайыптылардың ішінде, когда сіздің күйеуіңіз шаян болса, сіз барып күйеуіңізді түртіп шабыттандырып жібересіз, немесе ашуланып ұрсатын да боласыз. Жата бересің ба, жұмыс жасасай, ақша тапсай деген сияқты. Яғни ер шаяндарға әйелдер солай айтуы мүмкін. Немесе қыз бала болса, біреу подругаларыңыз ба, біреу келіп түртеді сізді, болмайды, бұлай жатқаның давай деген сияқты. Жалпы шаяндар жаман деп айтуға келмейді, бірақ бір күшті де емес, бір орташа деңгейде дұрыс қабылдадыңыздар деген ойдамын. Арыстандар, алдағы апта не күтеді? Арыстандар, алдағы апта. Арыстандар, что-то өзі шол қаһарына менен деді-ау деймін. Қарталы шашып жатыр ғой. Так, азулы арыстандарды бұл аптада не күтеді? Арыстандар. Вау. Энергияларыңыз мощный сияқты, арыстандар. Так, арыстандар, бұл апта сіздерде бір өте керемет деуге болады. Эмоцияларыңыз да керемет, көңіл күйлеріңіз тұрақты, жұмыстарыңыз жүріп жатыр. Возможно, отырыс, той-томалақтарға барып жатсыздар ма, немесе үйіңізге қонақ күтіп жатсыздар ма, жалпы сондай адамдардың келіп кетуі, сізге келеді, сіз барасыз. Немесе бір жұмысқа тұрған болсаңыз, движение жесі, яғни туда-сюда шапқылап жүрсіз. Бір жақсы деуге болады. Өте керемет, көңіл күйіңіз де тұрақты, денсаулық та тұрақты, бәрі тұрақты. Екінші карта бойынша бір айтсам болады, бір негізі арыстандар онсыз агрессивный болады, бір тиіскен адамды аямайтын деген сияқты азуланып тұрады. Вот сол сияқты аптаның ортасында бір кішігірім конфликтке келу бар адаммен, яғни қатты конфликт болмаса да бір сізге тиісіп қалған адамды бір ұрып жіберердей, бытшын шығарып жіберердей, сондай бір азулы болып тұрасыз. Тиіп қалғанға бытшын шығарамын деген сияқты солай кішкене сондай бір конфликтный ситуация бар. Арыстандар, бірақ бұл крупный конфликт деуге келмейді, сондықтан қатты болмашыны түймедей нәрсені түйедей қылудың қажеті жоқ. Барынша сабырлы болуға тырысыңыздар. Үшінші кезекте, яғни аптаға әсер ететін жағдай, бір қолдарыңызға бір нәрсенің результатын аласыздар. Возможно, қонақ күтіп жатсаңыздар, қонақтарыңыз сіздерге сыйлық әкелуі мүмкін. Немесе денсаулық тексеріп жатсаңыздар, денсаулықтарыңыз жақсы деген хабар алуларыңыз мүмкін. Бір қуанышты сюрприз хабар деген сияқты мүмкін. Бала көтеру деп күтіп жүрсеңіздер, бала көтерулеріңіз мүмкін. Немесе күтіп жүрген ақшаларыңыз, яғни премияларыңыз болса, сол ақша түсуі мүмкін. Неожиданный бір сюрприз келеді. Жалпы жақсы жағынан ол соған қуанышты көңіл күйде боласыздар. Апталарыңыз жақсы, өте керемет. Келесі кезекте бикештер. Апталарыңыз қалай болады? Көретін боламыз. Бикештер. Вау. Королева былай деп жатыр ау деймін, бикештер или король ма? Так, бикештер, апталарыңыз жақсы. Эмоцияға толы, көңілді жүретін боласыздар. Бірақ әйел адам болсаңыздар, қолдарыңызға билігі қандай, немесе должностарыңыз көтеріле ма, немесе ене боласыздар ма, келін түсіріп, немесе қол астыңызға қызметкер аласыз ба, немесе бір жеке бір бизнес услугаңызды ашып, сонда өзіңіз бастық боласыз ба, жалпы бір
лидерство, яғни бір бастық сияқты сондай бір нәрсені қолдарыңызға аласыздар әйел адамдар. Ер адамдар болса қастарыңызда осындай әйел адам жүреді. Әйелдеріңіз отбасыда билікті құрады ма, сіздерді басқарады ма, сондай әйел адамның лидерствосы бар. Неге де жаман емес. Екінші кезекте ақшаның түсуін білдіреді. Біріншіден, екіншіден қолыңызға бір мүмкіндіктің келуін білдіреді. Біреу сізге бір жолыңызды ашып береді, немесе мүмкіндік береді. Сол мүмкіндікті уақытылы дұрыс қолдана білген дұрыс, және сол нәрсені қолдан жіберіп алуға болмайды. Және де аптаға әсер ететін жағдай махаббат, яғни ерлі-зайыптылардың бір махаббаттарыңыз көтеріледі ма, немесе бір сіздерге біреу сырттан қарап тамсанады ма, сондай бір махаббаттарыңызбен мақтанатындай боласыздар. Немесе жас, яғни үйленбеген бикештер болса, сіздер бір жақсы жігітті табасыздар, немесе отношения, яғни жігіттеріңіз сізге сөз салуы мүмкін, немесе қыз балалар тұрмысқа шығу деген сияқты, жалпы махаббаттың тұрақталу, махаббатты жақсы көру деген сияқты осындай керемет чувство. Негізі основной аптаға әсер ететін жағдай осы махаббат болып тұр. Сюрприз, яғни аптаның. Екінші, жасау керек нәрсе мүмкіндікті жібермеу керексіздер. Үшінші, жалпы лидерство, әйел адамның лидерствосы. Жалпы бикештер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бізде таразылар. Аптада сіздерді не күтеді? Таразылар. Апталарыңыз қалай болады? Не күтеді? Таразылар, апталарыңыз кішкене қолайсыздау болады. Апталарыңыз бір уайымдайсыздар ма, кішкене қуалжу, кішкене уайымдау дегендей бар, сразу айтайын. Бірінші кезекте бір сіздерге бір жол жүріп тұр, туда-сюда жол жүресіздер, командировка, немесе туған туыстарға барасыздар деген сияқты. Жалпы жол қысқа сапар деп айтуға болады. Қысқа сапар болады. Сапарларыңыз жаман емес, жақсы деп айтуға болады. Және бір әйел адам тарапынан сіздерге бір ұсыныс түседі. Бастығыңыздан немесе әйеліңіз бір идея айтады деген сияқты, сондай бір ұсыныс түседі, бірақ сол ұсыныс өте күмәнді. Потому что мына карта бойынша старший аркандардың бірі бұл деген, яғни өтірік карта, алдау, арбау, немесе алаяқтарға ұрынып қалу, біреу подставить етеді, жалпы сондай бір алаяқтық, алдану деген сияқты. Әйел адамдардың сөзіне сенбеу керек бұл аптада, және де әйел адамдармен конфликтке келмеу керек, әйел адамдармен желательно жол жүруге болмайды. Солай ер адам болсаңыз, ал егер сіз өзіңіз әйел адам болсаңыз, жалпы адамдарға бұл аптада зияныңыз тигізбеуіңіз керек. Адамдарды бұл апта айтқан сөзіңізде тұрып, соңына дейін істеп, ешкімді алдамауға тырысу керек. Және жалпы апталық сіздерге ескерту, бұл карта шықса, енді бұл бүкіл аптаға әсер ететін, яғни негативный деп айтуға болады. Бір ақшадан алдану, немесе денсаулықтан бір дұрыс емес зат сатып алған дәріңіз дұрыс болмай шығады, немесе сатып алған затыңыз көңіліңізден шықпайды, немесе біреу сізді алдайды деуге болады. Сондай кішігірім. Енді бұл апталық жорамал болғандықтан, бұл енді айға қатты әсер ете қоймайды. Сондықтан барынша бұл аптада тыныш, сәтті өткізуге тырысыңыздар. Апталарыңыз сәтті өтсін, таразылар. Келесі кезекте бізде сары шаян жұлдыз белгісі. Аптада не күтеді? Сары шаян. Апталарыңызды көретін боламыз. Саршаяндар, активны ғой апталарыңыз. Саршаяндар, жалпы аптада сіздерде бір отырыс, туған күн тойлау, балаңыздың туған күнін тойлайсыз ба, немесе садикке бір тойлайсыз ба, барып бір нәрселер, немесе той-томалаққа барасыздар, немесе жалпы балаңызға қатысты, немесе балаңызды мамандарға алып барасыз, жалпы, немесе балаңыз бір олимпиадаға барады ма, жарысқа болады ма, жалпы анасы мен баласының, әкесі мен баласының арасындағы белгіні көрсетеді. Екеуіңіз балаңыздың мүмкін жарыстары бар, немесе бір балаңыздың тойы болып жатыр, немесе балаңыз үйленіп жатыр, немесе немерелі болып жатсыз деген сияқты. Жалпы сол баланың
кішкентай баланың қуанышын көрсетеді бұл жерде. Сіздегі емес, балаңыз үшін қуанып жатсыз. Екінші кезекте бір активность деуге болады. Бір қатты энергияңыз тасып тұрады. Активный, негізі шаршайандардың өзі энергиялары өте көп. Шаршамайтын, бір жұмысты істеп жүгіріп жүре беретін адамдар ғой шаршаяндар. Энергиялар көп болады, өте әдемі болады. Основной шаршаян қыздар бір өз-өзіне қарап қалған, сондай өзіңіздің аптаңыз болады десек болады. Өз-өзіңізге қарап, әдеміленіп, энергияңыз тасып, жұмысыңызда да активныйсыз, үйде де активныйсыз, сондай бір активный картаны көрсетеді. Және мына жерде үшінші карта, яғни аптаға әсер ететін жағдай. Сізде бір жерден кету деген болады. Мүмкін бір шаршаған жұмысыңыздан кетесіз. Немесе бір өзіңіз бір сәтті бір нәрсе бастап аласыз жалпы, немесе махаббатқа қатысты кризис болып отношениядан шаршасаңыз, отношениядан кетесіз. Денсаулығыңыз мазалап жүрсе, сол денсаулығыңызды тексертіп тұрақтайсыз. Жалпы барлық жағынан бір заттан кетіп, жаңадан бастауды көрсетеді. Апталарыңыз сәтті өтсін, сары шаян жұлдыз белгілері. Келесі кезекте мергендер. Аптада сіздерді не күтеді? Карталар шыққан сайын эмоциялар ойнап кететіні бар, енді айбетпеңіздер. Мергендер, жалпы бұл аптада сіздерде аптаның басында дейік, бір где-то алғашқы 3 күндерінде шамасында махаббатта кризис болады. Біреуге ғашық болдыңыз, немесе яғни бойдақтарға қатысты дейік, ғашық болған адамыңыз бір сеніміңізді ақтамады ма, махаббаттан көңілі қалу, ренжу, және сол махаббаттан кету, немесе махаббаттың точкасын қою, көңіліңізді қалдыру, сүйген жігітіңіз, немесе сүйген жігітіңіздің треугольник болып басқа бір ғашығы болып шығады. Ұл балдар, ер балдар болсаңыз, тоже қыздар сіздерді бір алдау, ренжіту деген сияқты сондай махаббаттың аптасы, кризис, яғни бұл бойдақтарға, басы бостарға, яғни семейняларға бұл карта көрсетеді. Аптада, яғни бір-бірлерін түсінбеу, бір-бірлерін тыңдамау, әйелі басқа нәрсе, екеуі басқа нәрсе айтып отыр деген сияқты. Конфликт деуге келмейді, просто бір-бірлерін түсіну қиын. Және жұмысқа қатысты, аптаның ортасына қатысты, жалпы аптада жұмыстарыңыз, ақшаларыңыз қалай болады? Жұмыстарыңыз жаман емес. Коллективный ортада, көпшілік ортада жұмыс жасайтын мергендер болса, бір отырыстарға барасыздар, коллективтердің арасында абыройларыңыз көтереді, жұмыстарыңыз жалпы жақсы. Махаббатта кризис болсаңыз да, жұмыста өте жақсы карта сіздерде. Және апта қалай болады, аптаға әсер ететін жағдай. Яғни мергендер, апталарыңыз бір көңіл күй әсер етеді. Мына жерде, например, махаббаттан көңілдеріңіз қалып, немесе отбасылы адамдар бір-бірлеріңіз түсінбей жатсаңыздар, аптада бір сюрприз, қуаныш келетін болады. Яғни ол деген бір өзіңіз қуанасыз, мүмкін отношениеде ренжіткен адамға бір көзіңіз ашылып, наконец-то бір вовремя білдім ғой деген сияқты, бір мүмкін бір қызбен жүріп жүрсіз, ол сізді алдап жүр, соны білгеніңіз үшін, яғни қуанатын сюрприз етінде, яғни отношениеге қатысты бір қуаныш деуге болады. Немесе айырылысып жатсыз, бірақ неожиданно басқа біреуге ғашық боласыз. Жалпы бір адамнан кетіп, екінші адаммен татуласу және өз бақытыңызды сәтті табу деген сияқты. Чтобы бір жағынан көзіңіздің ашылуын деп айтуға да болады. Яғни маскасын, жандарыңызда жүрген адамның маскасы шешіледі. Сол сізге өмірдің сюрпризі қылып алып келеді. Ал енді отбасылы жандар үшін бұл, возможно, бала көтеру болуы мүмкін, немесе көтеріп екіқабат адамдар баласын сәтті босанады. Яғни сондай отбасыда бір балаға қатысты жақсы хабардың келуі, бір қуаныш, үйіне қонақ келу деген сияқты сондай балаларының қуанышын тойлау, жалпы сондай сюрприз бар. Апталарыңыз сәтті өтсін, мергендер. Келесі кезекте тау ешкілер. Аптада сіздерді не күтеді? Тау ешкілер. Аптада сіздерді не күтеді? Вау! Что за карта, типа? Тау ешкілер. Апталарыңыз непростой.
өзгеріс бар өмірлеріңізде. Тауешкілер, ең бірінші сіздердің апталарыңызға әсер ететін жағдай көршілер, туған туыс, ағайын, класстас, группалас деген сияқты жалпы адамдардың айтатын сөздерінен сақ боласыз. Бұл аптада айналаңыздағы адамдарға любой нәрсені айтып сөйлей бермейсіз. Политиканы айтып та, дінді айтып та, біреуді жамандап та қажет емес. Потому что сіздің қасыңызға біреу келіп осындай нәрсені сізге айтып, сізде оған сол нәрсені айтып, бірақ на самом деле сізге подставить етіп, сіздің айтқан сөзіңіз анаған айтып, мынаған айтып деген сияқты сізді ортада абыройсыз қылып, как будто сізді бір өсекші қылып, немесе политика сондай законный заттар туралы әңгіме айтып жатсаңыз, сондай затпен подставить етіп, міне осы бұл мынандай адам деген сияқты бір жалпы провокаторлар болады, сондай провокацияға ілінбеңіздер. Бұл апта барынша адамдармен личный әңгіме айтпауға тырысыңыздар. Және екінші жағдайда апталарыңыз, яғни жұмыс, аптаға әсер ететін жағдайға қатысты бір ойланатын боласыздар. Діни тұрғыдан ойланатын болсаңыз, өз-өздеріңіз қалып ойланасыздар. Жалпы жалғыздықты, ойлануды, өз-өздеріңізді тануды, немесе осы күнге дейін кімге қандай ауыр сөз айттым, кім маған қандай сөз айтты деген сияқты ойыңызды, адамдармен сөйлескен әңгімеңізді саралап, бір жалғыздықта қалып, миыңызды тыныштандырып, өз-өзіңізбен сұрақ қойып, өз-өзіңізге есеп беретін боласыз. Бір рухани өз-өзіңізбен сөйлесу болады, бір сондай деп айтуға болады. Және аптаның ерекшелігі дейді справедливость карта, яғни бұл старший аркандардың бірі непростой. Өзіңіздің басыңызда мынандай конфликт болуы мүмкін, нечаянно қарап тұрып сіз кінәлі болып қаласыз деген сияқты. Одан бөлек сіздің алдыңызға да осындай адамдар келеді. Основной ер адамдар қатарынан деп айтуға болады. Күйеуіңіз, немесе балаларыңыз, немесе қасыңызда жүрген бауырларыңыз, жақын адамдарыңыз деген сияқты. Осылардың проблемасына кішігірім сіз араласатын боласыз. Көмек көрсетесіз, шешімін шығаруға тырысасыз. Сондай жағынан бір сіз көмектесесіз, ер адам. Ал егер сіз өзіңіз әйел адам, ер адам емес, әйел адам болсаңыз, керісінше сізге сондай ер адам көмектесетін болады. Жалпы тауешкілер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бізде су құйғыштар. Су құйғыштар аптада не күтеді? Су құйғыштар аптада сіздерді не күтеді? Апталарыңызды қарайтын боламыз. Су құйғыштар бір қонаққа барайын деп жатыр ау деймін. Керемет. Су құйғыштар апталарыңыз жақсы. Бірінші картаға байланысты міне сразу бір коллективпен отырысқа барасыздар, немесе тойға барасыздар, немесе подругаларыңызбен от души көңіл күйлеріңізді көтеріп, қыдырып қайтасыздар ма? Жалпы сондай той тумалақ, отырыс, қыдыру, анда-мында барып көңіл көтеру, сондай бір көңілді вечеринканың картасы деуге болады. Және де бұл білдіреді бір нәрсенің результаты. Возможно, бір машина сатып алу, немесе бір премия қосылу, немесе бір должностың көтерілуі, и соған қатысты, яғни көңілді отырыс, немесе соған қатысты соны адамдарға көрсету, немесе бір сертификат сатып аласыздар ма деген сияқты сондай бір жетістікке қол жеткізуді білдіреді. Одан кейін екінші карта, яғни жұмыстарыңызға байланысты. Сіздерде аптада жұмыстарыңызда бір, егер су құйғыштар әйел адам болсаңыздар, қолдарыңызда билігі бар, және приказ бере алатын, шешім шығара алатын адам боласыздар. Және де бұл карта білдіреді бір Құдайға деген сенімділік, дінге беріктік, немесе бір заттан үміттену, чтобы шүкіршілік, үміттену, шүкіршілік, жалпы Аллаға сену деген сондай, немесе болашаққа деген сенім, өзіңізге деген сенім, жалпы сондай рухани сенімділіктің және әйел адамдарға қатысты картаны білдіреді. Егер сіз ер адам болатын болсаңыз, қасыңызда осындай әйел адам жүреді, немесе өзіңіз әйел адам болсаңыз, осы картадағы, яғни әйел адам сіз боласыз. Үшінші карта аптаның сізге сюрпризі. Су құйғыштар қолдарыңызға көрімдік тиеді енді. Так, мынандай
енді әзілдеп жатырмын, жалпы сондай дополнительный ақша келеді. Яғни айлығыңыз, немесе күнделікті кіріп жатқан кірісіңіз, немесе күйеуіңнің, әйелінің түсетін зарплата емес, жалпы бір сый-сияпат ретінде келетін ақшаны білдіреді бұл. Біреу сый ретінде, біреу кәде ретінде деген сияқты бір аяқ астынан бір көп сума деп айта алмаймын, кішігірім суммада болсын ақша немесе сыйлық ретінде келеді. Және бұл карта білдіреді, яғни финанстың тұрақтылығын, финанстағы тыныштықты. Яғни су құйғыштар осы аптаның ішінде, енді бір апталық жүр ма, қысқа бір ақшаны қайдан табам деген де проблема болмауы мүмкін, немесе квартира дейді, кредит дейді, немесе тағы не бар, төлейтін продукты дейді деген сияқты сол заттарыңыздың бәрін төлеп қойғансыздар. Жалпы ақшаларыңыз тұрақтылық, тыныштық күйде деп тұр. Апталарыңыз сәтті өтсін, су құйғыштар. Келесі кезекте балықтар. Балықтар. Аптада қандай өзгерістер болады? Балықтарды аптада не күтеді? Қарайтын боламыз. Балықтар мен су құйғыштар бірігіп алып бір кафеге барайын деп жатыр ау деме. Балықтар, апталарыңыз кішкене қолайсыздау басталады, бірақ жаман емес. Бір өз-өзіңізді бір защищать етіп қорғап тұрсыз. Жұрттың сөзінен қорғап тұрсыз, жұрттың өсегінен қорғап тұрсыз. Немесе бір ақылшылар болады, ананы үйтпе, мынаны бүйтпе. Неге болмаса бір сіздің кішкентай балаңыз болса, например, балаңды үйтсе, бүйтіп қара, анаған апар, мынаған апар, болады ғой бір кішкентай баласының тілі шықпай жатса да, сөйлемей жатса да, жүре алмай жатса да, бір ақылшылар үйтпейді дейтін, сондай сияқты бір балаға қатысты емес, жалпы барлығын. Возможно, жұмысыңызға қатысты болуы мүмкін, жұмысыңды үйтіп істе, бүйтіп істе, үй шаруасында да болуы мүмкін, үйтпейді деген сияқты сондай сіздің жеке басыңызға араласады, яғни адамдар. Содан өз-өзіңізді қорғайтын боласыз. Мына жерде бұл сырттан сізге келетін шабуылды білдіреді, кішігірім жеке басыңызға. Сондай өсек әңгімелер болуы мүмкін, содан өз-өзіңізді қорғайсыз деп тұр бұл апта. Және де бұл аптада көрсетеді, жұмыс басты істейтін болсаңыздар, енді жұмыстағы балықтар болса, барынша жұмыстарыңызды таза, адал, яғни жақсы істеңіздер деп тұр. Жұмысқа кешігіп, немесе жұмыста артық ауыз сөз айтып қойып, біреуге тиісіп деген сияқты заттар керек емес. Неге? Жұмысыңызда сізді бақылау бар ма, немесе сіз жұмысыңыздан сізді аяқтан шалғысы келетін деген сияқты сондай адамдар бар. Сол себептен барынша жұмыстарыңызға сәттілік деймін, және жұрттың жаңағындай сөздерін қатты өз-өзіңізге алып, қатты өз-өзіңізді деп жауа бермей, барынша елемей өтіп кете беріңіз. Ол сөздерді жұрттар айтады, қояды. Одан кейінгі кезекте аптаның сюрпризі деп айтуға болады. Аптада сіздерге жаңағындай жұмыста қолайсыздықтар немесе біреудің сондай заттары болғанмен, өсек әңгіме болғанмен, сізде жұмысыңызда аптаның сюрпризі көмектесетін адам бар қасыңызға. Қолдаушыңыз бар, күйеуіңіз болса, күйеуіңіз сізді қолдайтын болады, немесе жақын тұрмыста емес болсаңыз, жақын подругаңыз бар, немесе жігіт балдарда тоже дос баласы деген сияқты қасында всегда поддержка беретін, как сіздің қасыңызда бір періштеңіз бар сияқты сізді защищать етіп жүреді. Сондай сюрпризі бар. Және өзіңізді өзіңіз всегда доказать етесіз, жаңағындай сізді бір подставить еткісі, біреу тиіскісі, біреу жала жапқысы келгендерден де жаңағындай мен ондай емеспін, не на самом деле мен оны істеген жоқпын, мені бүйттім, мен андай адам деп ақталу да болады, және қорғау да болады өз-өзіңізді шабуылдардан. Балықтар жалпы жаман деп айтуға келмейді, кішігірім сондай конфликттер уақытша ғана. Апталарыңыз сәтті өтсін, балықтар.